Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Қаздар қайтып барады. Тау іші, ен жайлау, ұшқан құс, жүгірген аңнан өзге тіршілік белгісі білінбейді. Жаз жәрмеңкесі тарқап, таулы өлкеге қоңыр көз қонақтаған. Аспанда, жерде сұп-сұр бұлт. Жапырақтар сарғайып, өсімдік атаулы күзгі ызғырық желге елбеңдей бас ұрып, тәубеге келген сопыдай күбірлейді. Тек қия жартастарды жарып шыққан қайсар қарағайлар ғана өңін бермей, тәкаппар басын тік ұстап, көкке шаншыла қарап тұр. Сай-саладан құлай ағып жатқан көк қасқа бұлақтар жаздағыдай шу салып, асып таспай, салқын сабырмен жуасып қана сырғиды. Малшауылдар бұл өңірден әлдеқашан арылып, етекке түсіп кеткен. Тегіс тепсең жерлерде, бұлақ бойларында жараның орындай болып, киіз үйлердің көшкен жұрттары көрінеді. Кеш батысымен ен жұртқа аш қасқырлар келіп, емін еркін тіміскілейді. Көш жолдарына айналған мал ізіне түсіп, тұмсықтарын көтеріп, ұзақ-ұзақ қарап тұрады. Сүйек қажалап, тері-терсек жүн жұрқаны жұлмалайды. Бұтаның арасында қалып қойған тоқты торымды іздеп сандалады. Жердегі жемтіктес досына қарайлап, көкте құзғын айналады. Жаздың шіліңгір ыстығында басынан бұлт кетпейтін етікші шыңы бұл күнде бозғылт мұнара оранған. Бұл тарбағатай сілемдерінің бір-бірімен ұшарласа келіп, күрт көтерілген тұса. Нардың жалғыз өркешіндей болып, көзге алыстан шалынады. Арғы бетке өтетін жолаушы қиында болса, көбінше осы шыңның желкесімен асатын. Өйткені өркеш-өркеш тауларға, терең құздар мен тентек өзендерге соқпай өтетін ең төте жол осы. Биік жалдың басында жыртық шаңдар да аз жүреді. Етікшінің жотасына шықсаң, таудың күнгейімен теріскейі табанының астында жатады. Жолға шыққанына 4-ші күн дегенде ұзын бойлы, қапсағай қара шал осы етікші асуының бір орқаш биігіне көтерілді. Бар салмағын таяғына салып, тізесі дірілдеп зорға жылжып келеді. Кеудесі сырылдап, өкпесі аузына тығылып, әлсін әлі тоқтап демалады. Бірақ алдында көлденең сұлап жатып алған қырсық асудың төбесіне бір шықсам-ау деген арман қолтығынан демегендей өрге қарай өршіге, өршелене қайта ұмтылады. Күн тас төбеге көтеріліп, ес кетіп, жан шыққанда асудың ұшар басына да жетті-ау. Қыр жалдың үстіне шыға келгенде, гүлдеп соққан қара боран жолаушыны ұшырып әкете жаздады. Таяғына сүйеніп, 4 тағандап әзер қалды. Күні бойы жеткізбей, діңкесін құртқан шыңға ерегісті ме, болмаса мұндай биікке үнемі көтеріле бермеспін деді ме, әйтеуір осы арада біраз аялдағысы келді. Аппақ шоқша сақалы желге желпілдеп, сығырайған кәрі көзімен айналаны шолып, қарт жалдың басында бірталай тұрып қалды. Салқын ызғар қамсауы жоқ, көні шекпеннен лезде өте шықты. Терлеп, жіпсіп келе жатыр еді, тұла бойын суық қармап сірестіре бастады. Ол шырқау биіктен жан жағына соңғы рет көз тастады да ілгері жүріп кетті. Бір тәуірі, ендігі бет алысы ара төмен еңісі екен. Ылдиға қарай құлдырап, тез төмендеді. Көк жалап, жытырланып алған сірі шоқайы киізден ұйысып жатып қалған бетегедей тайғанап,
тоқтамаған соң жандармен отырағап құйрығымен сырғанады. Жалаңаш жодадан төмен түсіп, қалың жынысты қойнауға жеткенде жел басылып, күн жылынайын деді. Титығы құрығып, әбден қалжыраған қарттың бұдан әрі жүруге халы келмей, тәлтіректеп барды да, шоқ қайының түбіне қисая кетті. Арқасындағы қоржынын басына жастап, бір сәт сұлық жатты. Әйтеуір, қиын асудан өттім ғой, деді талмаусырап жатып. Жолдың көбі кетіп, азы қалды. Құдай енді 2 күнді ғұмыр берсе, көздеген жеріме де жетіп жығылармын. Бір заматта басын көтерді. Күн төбеден ауып барады екен. Жаңағыда емес сергіп, тыңайып қалыпты. Тек тілі аузына сыймай, шөле кетіп барады. Әлдене есіне түскендей жалма-жан қоржынға қол созды. Қоржынның бір басынан кішкентай қатқан торсықты алып, шайқап көріп еді, бірдеме шылдырағандай болды. Құйып алып шыққан айраны бұдан 2 күн бұрын таусылған. Сонан бері таңдайы жібітіп, талшықып келе жатқаны бір уыс малта. Қалтасында жүрген 5-6 құртты торсықтың ішіне салып, үстіне кеше соғып құйып алғанды. Онысы да бітуге айналыпты. Қоржының 2-ші басынан саттаяғын алып, торсықты төңкеріп еді, кішкентай ғана ақ малта құйылды. Шал оны бірақ сіміріп алды. Маңдайынан тер бұрқ ете түсті. Көзі шырадай жанып, біраз әл жинағандай болды. Не де болса, осы арада бір жола тамақтана балайын деді ол. Қоржынынан бір уыстай ірімшікпен 2-3 жапырақ қатқан нанды алып жатып. Торсығымды суға енді бір толтырып алсам, ел шетіне жеткізеді ғой. Тастай боп қатып қалған қара нанның бір түйірін қажылап отырып, зорға жеді. Кебірленіп, өңішінен өтір емес. Шіркін, дүние-ай. Осындайда бір шайнек шай, не болмаса бір аяқ қымыз болар ме еді деп аңсады қарт. Кеңшілік кезде сол тамақтарды тойып ішіп көрдім бекем. Әй, тоймаған шығармын сірә. Қарт, жеуге жарайтын ештеңе табылмас бекен дегендей, айналасына көз жіберді. Кенет, дәл бас жағында ғана өсіп тұрған бір түп долананы көрді. Бұл өңірде ең жай пісетін жеміс осы долананың басы. Өзге жемістер әлде қашан ағып кеткен. Қып-қызыл болып, олжып тұрған долананың жидегі шалдың көзіне оттай басылды. Жалма-жан орнынан тұрып, үзіп жей бастады. Бір-екеуін таңдайына салып көріп еді, мұндай дәмді болар ма? Қаужаңдап, шөпектей сорып бір талайын жек қойды. Қалтасына да толтырып алды. Шөлі қанап, қунап қалды өзі. Өлмегенге өлі балық жолығады деген осы-ау, деді ішінен. Құдайдың өзі көмектесіп тұр ғой. Су ішерім бар шығар әлі де. Шал шүкіршілік етіп, мол дастарқан басынан тұрғандай көңілденіп кетті. Бата жасап, бетін сипады. Қалтасынан шақшасын алып қарап еді, Насыбайда таусылуға айналыпты. Қап, деді қарт. Бәрінен де мынау қиын болмаса егет. Алақанына Насыбайдың соңғы атымын салып алып, қимағандай біраз отырды да атып салды. Көңілі жайланып, алдағы жолдың жоспарын жасады. Шекараға дейін енді небәрі қозы көш жер қалды, деді ол. Қарсы алдында жатқан аласа адырларға көз жіберіп. Көз барда, мына күргей тастан өтіп, сызықтың бойына жақында балайын. Соның сан құдайың бұйырса, бүгін сәрсенбінің сәтіне қараңғы түсе арғы бетке өте шығармын. Бұл ойды ол тақ бір көрші ауылға қыдырып бара жатқандай жеп-жеңіл ойлап өтті. Бәрі де заңды, осылай болуға тиісті тәрізді. Қарт кесімі айнитын емес.
Иә, шынында да ойланып толғанып жататын не бар? Бұл сапарға ол бақандай 40 жыл бойы дайындалмады ма? Мұның өзі дөңбекшіп өткізген талай ұйқысыз түндердің санамен сарғайып, сарқылы толғанған бүкіл өмірінің айнымас қорытындысы емес пе? Көп жыл бойы қозданып, іштей тұтанып келген өрттің алаулап жанған бір шағы жанар таудың лақ етіп бір атылғаны. Қарт сезімі бұғауы жеткен домбырадай тырсылдап шертіп тұр. Қол тигізсең болды, үзіледі. Ол орнынан тұрып, тағы да ілгері жылжыды. Денесі суығандықыме өні бойы ағаштай сіресіп қалыпты. 8 көзі, жұлын тұтасы, қара саны қозғалтпай, қан қақсап ауырып кетті. 2 табаны удай ашып, жер бастырмай тұр. Тұла бойы зіл батпан болып, қылжиып жата кетуді ғана тілегендей. Ұйқы да қысып барады. Қарттың соңғы тәуліктерде ұйқысы шала болатын. Аңғал-саңғал, үңірейген ен таудың арасында әлденеге елегізіп ұйықтай алмағаны. Көзді ілініп бара жатып, әлсін-әлі шошып ояна берген. Ол көбінше артымнан қуғыншы келеді деп емес, ұйықтап жатқан жерімде жыртқыш аңдардың бірі бас салама деп қауіптенеді. Оның бұл сақтығы тегін еместі. Кешегі түні мүлде ауыр айқаспен өтті. Түн кезінде бұған бір көкжал қасқыр кезгіп, соңынан қалмай қойды. Біресе алдына, біресе артына шығып, торуылдатта жүрді. Қарт бірнеше рет таяғын сеймеп, айғайлап, тап-тап беріп көріп еді, онысына көкжал сескені қоймады. Турадан тура шабуыл жасауға баталмай, аңдысын аңдап, қапыда бас салар сәтті күтіп жүрген сыңайы бар. Бір абүйірі жалғыз екен деді шал іштей бір есеппен. Бұған тағы біреуі қосылып, 2 жақтамаса болғаны. Біреуіне алдыра қоймаспын деп, кісесіне үлкен қара кездігін алып, қолына оңтайлап ұстап жүрді. Бұл сұмырай менің түнде жатар кез жерімді аңдып келеді-ау деді қарт тағы да. Көзі ілінсақ жарып тастайды. Сондықтан айдалаға қона кетпей, бір мықты бекініс тауып, сонда түнегенім жөн шығар. Апырай деді қарт бармағын шайнап. Осындайда мылтығым болар ме еді? Мылтығым барда, менен күншілік жерден қашатын еді-ау бұл иттер. Құрғол жүргенімді сезіп, басынуын қарашы. Күн батып, қас қарайып барады. Сай-сала үңірейіп, жұтып қоятындай төніп тұр. Артына қарап еді, көкжал тіпті жақындап қалған екен. Қарт сас қалақтап, манадан мөлшірлеп келе жатқан оң жағындағы жалама тасқа қарай өрмеледі. Үстіңгі жағы асқақтап біткен құз жартас. Өрмелеп барып, соның бір қуысына паналады. Өзі шыққан жалғыз өзектен басқа аяқ ілінер жер жоқ. Енді сол бір ғана өзекті аңдып отырса болғаны. Шал маңдайда жатқан бірнеше үлкен тасты қасына әкеп алды. Сонан соң, келсең кел дегендей, тәуекелмен тас түйіліп, қас дұшпанын күтті деп отырды. Қарсыдағы шоқпар тастың үстіне келіп, көкжал да шөкесіне жатып алды. Ымырт қараңғылағанда, өзіне таяқ тастам жерде қып-қызыл болып жанып тұрған 2 ноқатты шал анық көрді. Осы бетінде қанша отырғаны белгісіз бір заматта қалғып кетіпті. 3 күндік суыт жүріс оны әбден қалжыратқанды. Әйтеуір, бір кезде дәл аяқ жағынан шыққан тыстырдан шошып оянды. Жалма-жан көзін ашып алып, төменге қарап еді, жаңағы 2 оты едәуір жақындап қапты. Әккі көкжал дыбысын білдірмей, жер бауырлап, жылжып келе жатыр екен. Ол жандармен орнынан атып тұрды да, қасында жатқан келідей тасты төмен қарай домалатып жіберді. Сол-ақ екен, қаңқ еткен бір дыбыс шықты да, салдыр-гүлдір домалаған таспен бірге құзға құлдырап жоқ болды. Қарт қуаныштан жылап жіберді.
Я жасаған деп тіледі ол. Көктегі айға қалтыраған қолын жайып тұрып, маған енді 3 күндік ғұмырыңды қия көр. Онан арғысын сұрамаймын да. Арғанатының аңғарына жеткесін, аманат жаныңды ала бер. Мүмкін, Құдай сол тілегімді қабыл көргім болар деп ойлады ол бүгін жолда келе жатып. Өйткені, бұл менің ең ақырғы тілегім ғой. Міне, ол қазірде тұла бойының қан қақсап ауырғанына қарамастан ілгері айыңдап келеді. Біраз жүргесін, денесі қайта қызып, сырқырап ауырғаны басылайын деді. Биік жотаның батыс жағын қабақтап, әлдеқашан шөп басып кеткен көне бір жолдың тағанағымен сайға қарай түсіп келеді. Енді аз жүрсе, алдында үлкен өзен бар. Өкіріп бақырып, тентек қалдай ағып жатыр. Сол өзеннен өтіп, Күргей тастың тұз сыртына шықса болғаны айтулы кезең иек астында тиіп тұр. Өзенге түсе берістегі алаңқайда демалып отырып, ол анадай жерде жатқан адамның қубасын көрді. Жүрегі дір етіп тіксініп қалды. Сәлден соң өзін-өзі тоқтатып, бастың қасына барды. Сол маңда ақ сөңке болып, әр жерде шашылып атқан басқа да сүйектерді көз шалды. Қарт тұрған бойы бірдеңе күбірледі де, Аллаху акбар деп бетін сипады. Мынау кемінде 40-30 жыл болған сүйектер ғой деді. Қарт аяғының ұшымен бас сүйекті әрі-бері аунатып. Бір бақытсыз сорлы ғой кім болса да. Баяғы шашырықта жел аударған қаңбақтай қаңып келе жатып, осы араға келгенде дәм тұзы таусылған болар. Айдалада көміссіз қалғаннан өткен қасірет бар ма екен бұл дүниеде. Қарт көзіне келіп қалған жасты соқ саусағымен ыршытып жіберді. Жол жөнекей әр жерде кезігіп қалатын, тастан жия салған молыларды, ит құс ашып тастаған адам сүйектерін ол бұрында көріп те келе жатқан. Мына жолы қамығып, бір түрлі мойып қалды өзі. Жазатайым бірдемеге ұшыраса, өзінің де тап осы халге түсетінін ойлап шошиын деді. Я Құдай, егер бар болатын болсаң, сүйегімді жат өлкеде қалдырма. Ең соңғы тілегім ғой, маған енді 2-ақ күндік ғұмыр бер деп жалбарынды тағда. Бұл қандасу кімдердің басын жұтпаған деді, өзенге қарай түсіп келе жатып. Аштықтан бұрлығып, бұрында қалып, талай боздақ жан тапсырды ғой. Рас болса, мына етікшінің аты да бұрында ұшып өлген белгісіз бір етікшіге байланысты қойылыпты. Қалып сайманы бізімен тістеуге қазында шашылып жатқан көрінеді. Қу тіршілік қой, кәсіп қып, күн көремін деп шыққан болу керек. Күн бата, қарт өзеннің бойына түсті. Қаталап, тілі аузына симай келіп еді, саптаяғымен су өліп алып, сіміре жұтты. Торсығын да толтырып алды. Сонан соң аяғындағы шоқайын шешіп, балағын тізесіне дейін түрді де кешіп өтпек болды. Өзен ағысы қатты екен. Әлде тау басына жаңбыр жауды ма, түсі бұзылып, тастан тасқа соғып, жыртқышаңдай өкіріп, долданып ағып жатыр. Өзеннің ортасына келгенде қарт тәлтіректеп, сенделіп кетті. Тізесі бүгіліп, жығылуға айналды. Өлген жерім осы болар деп зәресі қалмады. Жан ұшырып, қолындағы киім кешегімен қоржынын арғы жағаға лақтырып жіберді де, үлкен қой тастың бірін құшақтай алды. Құдай бұл жолы да көмектесті ол, өзінін өтіп алғаннан кейін. Бұл сірә менің жолымдағы ең соңғы қатер болар. Күн батып кетті. Таулы өлкеде күн әсілі ерте батады. Тек етікші шыңының ұшар басына ғана соңғы шапақ бөріктей болып киіліп тұр. Сай-салада көлеңке қоюланып, тағы бір тынышсыз түн қанатын жайып келе жатты. Неде болса, әлгі сызғының бойына жақындап барып жатайын деген оймен қарт киініп алып, тағы аяңдады. Аңдардың суатқа түсетін жалғыз аяқ қабырға жолымен кенерлеп, Күргей тастың желкесіне шықты.
кезеңнің астындағы иек артпада бір топ арқар жайылып жүр екен. Өкпе тұсынан шыға келген жалғыз жаяуға бұл екі аяқты пәле қайдан пайда болды дегендей одырайысып қарап тұрды да, орғып үрке қашып барып, сонау бір қойнауға байыр қалады. Қуғын көріп, зәтте болмағаны байқалып-ақ тұр. Шалым, сенен аң екеш аңда сескенуді қойған екен, деді қарт өзін өзі кекеткендей мырс етіп. Құралайды көз қатқан мерген екеніңді қайдан білсің? Қайран көзім, қапы жібермеуші еді-ау, қайтейін. Сөйтіп, ол бейқам жайылып жатқан арқарға амалы құрған аңшының өкінішті көзімен құмарта қарап тұрды. Сонан соң ол тағы біраз жер жүріп барып, қалың ұшқатпен мойыл өскен қойнауға жетті де, осы арада әбден ымырт үйіріліп, қараңғы түскенше жата тұруды ұйғарды. Қоржынын басына жастап, үй орнындай ұшқаттың түбіне қисая кетті. Ойпыр-ай, шынымен ақ жақын қалды, деді ол, өзінің осыншалық жер түбіне қалай жеткеніне қайран болып. Жол жүрсең ғана қысқарады. Тегі амал қанша бұл сапарға әлде қашан шығу керек еді-ау. Өзінің бұл сапарға жалғыз шыққанын ойлағанда жігері құм болып, ет жүрегі езіліп кетті. Тағдыр бұл жолда оның алдын кес-кестеп аяқтан шалды. Қапыда қалдым ғой, қайтейін деді ол күбірлей берді. Төлеутайымды қалай ғана сақтай алмадым екен, неге ертерек қамданбадым? Өрттен қалған қу томырдай сорайып, жалғыз қалған түрім мынау. Мен өлсем, тұяқбайдан тұқым жоқ. Орын өшеді. Шіркін, жалған-ай, дәл қазір қасымда томпаңдап, Төлеутайым еріп келе жатса, арманым болмас еді-ау. Қайран құлыным, сенен қалай ғана тірі айырылдым екен? Мен сорлыны жер соқтырып кеттің-ау, сен мүлде. Тірі болсам, туған жерді бір көрсетсем деуші едім. Ол күнге Құдай жеткізбеді ғой, қайтейін. Қарттың егі кемсеңдеп, бет әлпеті бұзылып кетті. Тынысы тарылғандай, тамағының түймелерін ағытты. Сонан соң, оқ тиген аңдай ыңыранып, ет бетінен аунап түсті де, өзегі өртеніп бара жатқандай жанталасып, қолына ілінген шөпті жұла берді. Төлеутай деп отырғаны қарттың жалғыз немересі. Осыдан 10 шақты жыл бұрын мұқым елді жайлаған қалың сүзекте ұлы мен қызы, кемпірі мен келіні қабатынан қайтыс болғанда, қу бұтаққа ілінген жалғыз жапырақтай осы Төлеутайы қалып еді. Мұны осынау жарық дүниемен жалғастырып тұрған жалғыз дәнекерде сол немересі болатын. Жасқа жетпей жетім қалған сәбиді қолынан түсірмей, жалаңаш қойнына салып жүріп баққанды. Қарттың бағына қарай, түлкінің күшігіндей сүйкімді болып өсіп еді ол кезде. Бұл жаққа келгелі қарттың кәсібі аңшылық болатын. Көнелеу, бердеңке мылтығы барды. Мынау тарбағатайдың күнгей жағын ол аттылы жаяу талай рет шарлаған. Қанжығасы майланып, табысы тәуір болған жылдары өзінен асып, көрші жарлы, жақын жақыбайларға қайырымы тиіп жүрді. Үнемі болмаса да ауылдастарының тырнағын жібітіп, сорпа судан кенде қылмаған. Кейін немересімен екеуі қалған кезінде де аңшылықтан қол үзген жоқ. Рас соңғы жылдары жасы ұлғайып, қайғыға жытты ма? Мылтық ұстағанда қолы сәл қалтырап, көзі жасаурайтынды шығарды. Сілтегені тие бермей, мүлт кететінде боп жүрді. Бірақ Төлеутайын тарықтырған емес. Түз несібесі тәңірден. Ертеме мылтығын асынып кететте, кешке жақын талшық етер бірдеңе алып қайтады. Сөйтіп ол қоғам өмірінен, саясаттан тысқары, табиғат аясында оқшау жүріп жатты.
Түзге шықса қара мылтығын, үйге келсе қара домбырасымен немересін ермек етті. Төлеутайы жетіге толып, мектепке барғаны бұл үшін үлкен мереке болып еді. Екі арқардың етін қазанға бірақ салып, маңайын шақырып той жасады. Иленген тау ешкінің терісінен немересіне әп-әдемі сумка жасап берді. Қашан үйреніскенше мектепке өзі ертіп апарып жүрді. Немересінің тілі қандай қызық, зерек, әр нәрсені білуге құмарды. Қарттың есіне мына бір оқиға түсті. Бір жолы Төлеутайда таяу жердегі Қарасуға үйрек атуға ертіп барған. Көктемге құс келетін уақыт. Сол маңдағы шұқанақ көлдер мен Қарасуда шүрегей үйректер жыртылып айырылады. Шал бара салып, екі үйрек атып алды. Бір заматта қанаттары сартылдап, су жағасына жіпке тізген моншақтай бір топ қаз келіп қонды. Жол бастаушы көсемі қамшы салым бәрінің алдында жүр. Ата, мына қазды атайықшы, деді Төлеутай қуанып. Анау қазды, алдында жүрген қазды, үлкенін атыңызшы. Жоқ, балам. Бұл қаздарды атуға болмайды, деді қарт, басын шайқап. Бұлар да жолаушы ғой, алысқа кетіп барады. Жолыңнан қалдырмайық. Алысқа дейсің бе? Қайда барады сонда, деді Төлеутай таңырқап. Туған жеріне кетіп барады. Туған жері қайда? Алыста. Сонау таудың ар жағында, деді қарт. Қазір өзі жатқан асуды нұсқап еді сонда. Бала, түсіндім. Онда атуға болмайды екен дегендей, өзіне жараспайтын бір естиярлықпен ойланып қалған. Ақылы көп, зереге дау айналайын. Әлгі қаздар бой жазып, суға қанып алды да кешікпей аспанға көтерілді. Айналып ұшып, шарықтап көп жүрді. Әбден шарықтап, анау таудың деңгейіне көтеріліп алмақ, деді қарт немересіне түсіндіріп. Аспанда болғасын терістікке қарай бірақ заулайды. Зайсан көлге, қар ертіске жеткенше қалай тоқтасын байғұстар. Шал күрсінді. Айтқандай-ақ, қайтқан қаздар бұлардың төбесінен тағы бір айналды да, солтүстік қайдасың деп тартып берді. Қарт немересімен екеуі қаздар тобы көзден ғайып болып, аспан тұңғиығына сіңіп кеткенше кірпік қақпай қарап тұрды. Сол немересінен қарт қапыда айырылды. Соңғы бірнеше жыл ұдайымен бұл өлкені жыландай жайлаған ашаршылық бұлардың қара лашығына ене алмай-ақ келіп еді. Маңайдағы ел аштықтан ісініп, көнік ауруына шалдығып, жаппай қирап жатқанда бұлардың өзегі тала қоймаған. Қарт кәрі сүйегін сүйретіп, аң құс атып, әкеліп аузыменен жем тасыған қарлығаштай немересін сақтап қалуға бар жанын салған. Көлденең кеселдіге тек килікпесе, Төлеутайын апаттан аман алып қалатын еді. Бірақ амал қанша, Құдай оған жеткізбеді ғой. Бір күні атып алған қояны мен кегігін арқалап үйіне келгені сол еді. Мұны екі полицей тосып отыр екен. Айшаға қаратпай, шалдың қол аяғын байлатты, арбаға отырғызып, қалаға алып кетті. Мектепке кеткен немересіне де мойын бұрғызған жоқ. Тергеусіз, сұраусыз апарып түрмеге қамап тастады. Бір айдай жауапсыз жатып қалды. Өзіне қандай айып тағылғанын да білмейді. Тек тергеуге әкелгенде ғана ұқты мән жайды. Бұған екі түрлі қылмыс таңылған көрінеді. Біріншісі, аң аулағанда сылтау қылып, үнемі тау арасында жүреді екенсің. Бірнеше рет шекара бойына да жақын барып қайтыпсың. Сондағы мақсатың не? Екіншісі, сенде тығулы жатқан мылтық бар. Соны өкіметке тапсыруың керек. Қандауырдай қадылған, осы екі сұраққа жауап табылмай, қарт түрмеде бір жыл жатты. Тек қыс өтіп, келесі көктемде ғана мұны қапастан босатты. Мылтығын тартып алып,
аң аулауға тыйым салды да бақылау астында ауыр жұмыс істеуге жіберді. Алдында қандай қасірет күтіп тұрғанын бұл ауылға келгенде бірақ білді. Өткен қыста да ақ сүйек жұт болып, малдан тігерге тұяқ қылмаған. Адам шығыны да аз емес. Тірілердің қатары селдіреп, жотадағы зираттың қарасы молая түсіпті. Қарт сол зираттың шет жағындағы кішкентай жас топырақты құшақтап, бір тәулік ессіз жатты. Өзі жоқта жалғыз жұбанышы, Төлеутай аштыққа төзбей қыршынынан қиылыпты. Жасы 70-ке келсе де, қайраты қайтпаған қарт сол күннен бастап күрт төмендеп кетті. Сақал шашы буырылған еді. Бір айдың ішінде аппақ болып тегіс ағарды. Ешкіммен сөйлеспей, мылқау кісіше жүрді де қойды. Қолқа жүрегін біреу суырып әкетіп, құр қаңқасы ғана қалған сияқты. Мынақ жарық дүниенің бұл үшін пәлендей қызығы, мән мағынасы қалмаған еді. Жатса да тұрса да көзіне өлім елестеді. Есіне сонау алыста қалған туған жері түсе берді. Түсінде сол ғажайып өлкенің құшағында жүретін болды. Бірте-бірте түсімен өңі шатасып, сандырақтап, бас аяғы түсініксіз бір сөздерді айтып қалатынды шығарды. Жұрт мұны алжығанға, есі ауысқанға жорды. Осындай өміссіз шақта қалың мұнар арасынан бір жарық сәуле жылдылдап, бір өшіп, бір жанып, мұны өзіне шақырғандай болып еді. Қалтасындағы соңғы жармағын қартаға салған құмаршыдай, шал енді қалған аз өмірін бір елікті іске жұмсауға бел байлады. Ол 40 жыл бойы көкірек түкпірінде жатқан осынау сапар болады. Түн ортасы жақындап, ай батып кеткен кезде қарт орнынан тұрды. Шекпенінің етегін түрініп, белін шарт буып алды. Сонан соң қоржынды иыққа салды да адымдап басып алға жүріп кетті. Мөлшерлі жерге жарты шақырымдай қалғанда тың-тыңдап біраз бұғып отырды. Ешқандай дыбыс байқалмайды. Тек таяу жерде көкөк пе, тауқұдірет пе, бір құс анда-санда үн салып қояды. Дәл аяғының астынан тарақ құйрық сары тышқан жүгіріп өтті. Түн-түнегін жамылып, шал тағы да ілгері жылжыды. Қалың бүргенмен итмұрын аралас өскен өзекшені өрлеп жарты сағаттай жүргенде қарсы алдынан жалаңаш қоңыр бел көрінді. Әлгі мықтының өзіне жақындадым білем деді, жүрегі аузына тығылып. Атасының аруағына сиынып, бірдеме деп күбірледі. Сонан соң сәл еңкейіңкіреп алды да аяғының ұшымен жүгіре жөнелді. Кезеңге шыға келгенде өкпе тұсында тұрған ала балағанды анық көрді ол. Дәл сызықтың үстіне келдім-ау деген кезде өз еркінен тыс бір минуттай тұрып қалды. Бейне жалғыз қыздың үстінде тұрғандай көзі қарауытып, құлағы шыңылдап кетті. Жәндірмен есін жинап алып, сайға қарай бүгеңдей жөнелді. Қарт ескіше аздап хат танығанымен географиядан хабары жоқ еді. Дүние жүзінің саяси картасында қолына алып көрген кісі емес. Әйтеуір ел мен елдің арасында осындай бір сызық бары көңіліне аян. Сол қаһарлы да қатал сызықты оқымаған надан шаруа тағы да таптап өте шықты. Мұның ақыры неге соғарын ойлап бас қатырып жатпады. Ол сызықтан өте салысымен бүкеңдеп жүгіріп отырып 2-3 шақырымдай ұзап кетті. Тобылғылы Құрсайға жеткенде деп демін бірақ алды. Тұла бойын тер басып кеткен екен. Дереу омырауын ағытып, терсіктен аңқылдап соққан самалға тосты. Әлдегімге мұңын шаққандай еңкілдеп жылап жіберді. Сақалынан пара-пара жас ақты. Жер ананы құшақтап сүйе берді. Біресе жылап, біресе күледі. Айналайын, туған жер, сені де көретін күн болады екен-ау деп тұншыға көбірлейді. Қалтыраған қолымен көңірсіген дымқыл топырақтың бір уысын алып бетіне басады.
танауына апарып қайта иіскей береді. Ендігін басып, тынығып алған соң тағы да ілгері жылжыды. Темір қазықты бетке алып, суыт жүріп келеді. Қанша жүргені белгісіз, әйтеуір бірнеше қырқаны асып түсті. Жер бедері бірте жылы ұшырап, таныс мекендер көзіне оттай басылды. Қарсы алдынан жанға жайлы алтын күрек самал жел есіп қоя берді. Бұл көптен сезінбеген жұпардай жағымды бір иіс келіп, танауын жарып жібергендей болды. Етекке таман жақындап, саршоқының мойнағына шыға келгенде, табанының астында жапырлап жанған отты көрді. Өкпе тұсынан жылқы кісінеді. Жеттім-ау ақыры, деді ол, көкірегі қарыс айырылып. Мынау дәу болса, Көкөзек колхозының орталығы болар. Шамдары түнде де сөнбейді екен ау бұлардың. Жұлдыздай самсап тұр. Шығыс жақ құлан ектеніп, таң атуға айналды. Қарт тұла бойынан қан қақсап ауырғанына қарамай тістеніп, бар қайратын жинап, тағы да алға жылжыды. Саршоқының түбіндегі Айнабұлаққа қарай бет түзеді. Дәл осы арада оның атамекен қыстауы бар. Сонда барып, демін бірақ алуға бекінді. Таң аппақ болып атты. Неткен сұлу, неткен ғажап таң еді. Сүт теңізіндей ақ сәуле тау басында бір сәт толқып тұрды да ылықсып өтіп төгіліп кетті. Торғын шымылдықтай таң құмдар лезді айығып, айнала ап-айқын көрінді. Қарттың көз шарасына көкжиекпен астасқан шексіз кең дала еркін сыйып тұрды. Анау көлбеп жатқан қос арғанаты, мынау көкшілік нұра. Сол жағында кемер белбеудей созылып Қарғыба өзені ағып жатыр. Қарт қатар жарысқан қос өзенге қарап тұрып, Қарғыба базарым, қалың ел назарым, деді күбірлеп. Көкірегін қарс айыра терең дем алды. Жалғыз аяқ жол арқандай шұбатылып келіп, Айнабұлаққа құлады. Етекке түсіп, жарқыраған тас бастауды көргенде, қарттың жүрегі сыздап қоя берді. 40 жыл бойы күндіз ойынан, түнде түсінен шықпайтын Айнабұлақ қой бұл. Анау төбедегі құлаған зираттың ішінде мұның ата-анасының сүйегі жатыр. Шыр етіп жерге түскенде, арқасы осы топыраққа тиген. Кіндік қаны осында тамған. Осы арада жалаң аяқ шаң бұрқатып шапқылаған, тұңғыш рет тайға мінген, ат жаратып көкпар тартқан, құрбы қыз келіншектермен ақсүйек ойнап, талай таңды ұйқысыз атырған. Осының бәрі оның санасынан жарқ-жұрқ етіп өте шықты. Осына өлкеге келіп тұрғанын шын ба, өтірік пе дегендей айналасына тағы бір рет көз жіберді де, бастаудың басына келді. Қоржынын жерге қойып, қайың безіне шауып жасаған саптаяғымен толтырып біліп алды да, тістен өте шығатындай тастай суық суды дем алмастан бірақ сімірді. Шіркін! Бұл Айнабұлақтың суындай дүниеде су бар мекен? Таңдайыңа уыз татыған бір тұщы дәм келгендей болды. Алдымен зират жаққа барып, әруақтарға Құран бағыштайын деген ой келді қартқа. Аяғын әрең басып төбенің басына қарай аяңдады. Бірақ ескі қыстаудың тұсына келгенде дымы құрып, әрі қарай жүруге халы келмеді. Екі аяқ өзіне бойсынбай, әлсін әлі бүгіле берді. Аятты осы арадан бағыштайын деп, жол ортаға отыра кетті де, өзі білетін қысқа бір сүрені 3 қайырып оқыды. Осы зиратта жатқан бүкіл үрім бұтақ, зәузаттарын тегіс атап, солардың рухына бағыштап бетіні сипады. Сонан кейін таяғына сүйене орнынан тұрды да сүйретіле басып, ескі қыстауға кірді. Үйлердің құлаған орны ғана тұр. Шөп басып, жермен жексен болған. Ол бала кезінде өзі жататын бөлменің орнына келіп, көңіл көзімен әрең іздеп тапты. Қарт шекпенін асықпай шешіп, бір бұрышқа қойды. Онан соң көйлегінің түймесін ағытып, жалаңаш етіне асық қойған бойтұмарын алды.
барқыттан тігілген кәдімгі 3 бұрыш тұмар. Қарт тұмарды еріне жақындатып, тәу етті. Сонан кейін қалтасынан бәкісін алып, тұмарды сөкті де төңкеріп сірікті. Тұмардың ішінен терімен байланып қалған бір уыс қиыршық топырақ түсті жерге. Бұл осыдан 40 жыл бұрын жат өлкеге аттанарда туған жерден түйіп алған топырақ еді. Қарт ойын алған жұмысын түгел орындап тынды да, шекпеннің үстіне деп жантая кетті. Бүкіл тұла бойының талып шаршағаны соншалық ештеңен ойлауға да зауық соқпады. Қыбыр етерге халі жоқ. Неше күннен бері оққа сүйенген аңдай ет қызуымен түкті деп байқамап еді. Әлде қандай бір сиқырлы күш қолтығынан демеп, құстай ұшырып отырған. Ал енді көздеген жеріне жетіп, арқасы кеңейген соң сүйектері сырқырап қоя берді. Бейне бұрауы таусылған ойыншықтай буын-буыны босап, өні бойы салдырап бос қалды. Жаны мен тәні қалаған бір ғана тілек бар. Ол тек жату, демалу. Мамық төсегіндей туған топырақ жамбасын бір түрлі жайлы тиді. Қарттың ақыл ойы балға қойған шыбындай біраз малтығып жатты да ұйықтап кетті. Тәтті ұйқыда жатып түс көрді ол. Баяғы жас кез екен дейді. Осы Айнабұлақтағы ауылдан шығып, бұл бір жаққа кетіп бара жатқандай. Астында ақжалы жирен аты бар, тай күнінен тақымына басқан өзінің ақжалы. Көңілі өскен жігіт ойнақы бір ән айтып келеді. Кенет қарсы алдынан Алтайы қызыл түлкі бұлаң ете түсті. Жігіт ақжалға қамшы басты. Қызыл түлкі көшпелі алтындай анда-санда қалпына бір көрсетіп заулап барады. Жігіт те тағымдап қалар емес. Сол бетімен қанша қуғаны белгісіз бір заматта түлкі қалың жынысқа енді де көз жаздырып кетті. Жігіт қап деп санын соғып қалды. Оның әрі түс шатасып тұманға айналды. Кенет сол тұман арасынан мұның көз алдына етікші шыңы келіп тұра қалды. Енді бірде әлгі ақбас шың адам бейнесіне көшіп, ақсақалды шалға айналды. Бірден тани кетті. Кәдімгі өзінің әкесі Тұяқбай. Мұны омдап өзіне шақырғандай. Бұл кінәлі адамдай қипақтап қасына жақындады. Құлағына әкесінің күмбірлеген дауысы келгендей болды. Байтас, бұл сенбісің деді абанық. Көптен көрінбей кеттің ғой. Қайда болдың? Адасып кеттің ау жаман неме. Мейлі қамықпа. Есің барда еліңді тапсаң болғаны. Айтпақшы, әлгі ақжал қайда деді, тағда әлгі дауыс. Сен бұл жақтан сол ат үшін кетпеп педің. Іші боқ, сырты түк, бір тайды қимағаның бекер болған. Ақжалға мініп кетіп ең, ақ таяққа сүйеніп қайт оралған екенсің. Жарайды, қамықпа, келе ғой қасыма деп әкесі бұған қолын созды. Қарт шошына басын көтеріп алды. Басында өзінің қайда жатқанын білмей аңырап қалды да біраздан соң есін жинады. Таңғы салқында денесі ызғар тартып тоңасып қалыпты. Әйтсе де бойын сергітіп жеңілденгенін сезінді. Кенет жаңа көрген түсі есіне түсіп кетті де, о туған жер, о қасиетті атамекен. Торқадай топырағыңды қия өр адасқан ұлыңа, ел шетіне бір жеткізсең, екі дүниеде арманым жоқ деген сертім бар еді. О Алла, аманат жаныңды, бүгін алсаң да разымын, деді Тәңірге жалбарынып. Күн арқан бойы көтерілген. Сонау шырқау биікте, ақ шарбы бұлттардың арасында аспанды күңгір-күңгір түнге толтырып, түйелі көштей тізбектелген тырналар қайтып барады. Дәл осы кезде тайыншадай овчарканы алдына салып, екі шекарашы Айнабұлаққа қарай түсіп келе жатты. Ішші ит, шынжырын жұлқа ентелеп, ескі қыстауға
ескі қыстауға қарай тартады.